Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай этно тақияның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Және де лекаласын қалай сызамыз, шеңбердің радиусын қалай табамыз, соның барлығын үйрететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бас өлшемін видеодағыдай қанша сантиметр соны тауып аласыздар. Менің жағдайымда 58 сантиметр. 58 сантиметрді 2-ге бөлдім, оны 2-де 9-ға бөлдім. Сонда менде 10 шықты. Енді ақ парағымызды осылай белгілеп аламыз. Парақтың дәл ортасын табамыз да, осы жерден сантиметровый лентамен 10 сантиметр табамыз. 10 сантиметрді осылай айналдыра белгілеп шығамыз. Міне мен 10 сантиметрді барлық жерін белгілеп шықтым. Енді осы аралықты домалақ етіп осылай қосамыз. Сонда бізде міне шеңберіміз шықты. Тақияның төбе жағы. Енді бізге қазір вытычкасын табуымыз қажет. Вытычкасын табу үшін 58 сантиметрді осы шеңбердің бойынан тауып белгілеп аламыз. Осы 58 сантиметр келген тұстан үшбұрыш етіп осылай сызып аламыз. Міне біздің вытычкамыз шықты. Қазір осыны қиып алатын боламыз. Енді матаға пішетін боламыз. Лекаламызды осылай қойып, белгілеп аламыз. Жан жағына тігіске 1 сантиметр береміз. Міндетті түрде тігіске 1 сантиметр беру керек. Әйтпесе біздің басымызға бұл кішкентай болып қалады. Міне мен сызып шықтым. Бізге осындай детальдан 2-3 тоқ қажет болады. Міне мен екеуін де қиып алдым. Бізде осындай 2 шеңбер шықты. Енді бізге осындай полоска мата қажет болады. Ұзындығы менде 60 сантиметр, ал ені 13 сантиметр. Маталарды мен дублериндап алдым. Дублерин жабыстырып алдым. 2 шеңберге де жабыстырдым. Енді тақияның төбесіне вытычкасын түсіріп алуымыз қажет. Ол үшін жаңағы лекаламызды қоямыз да осылай сызып аламыз. Екі жағына да солай вытычкасын түсіріп аламыз. Вытычкамызды осылай булавкамен түйреп аламыз да осы жерді машинкамен түзу тігіспен тігіп шығасыздар. Екінші жағында дәл солай жасаймыз. Міне мен вытычкаларын тігіп алдым.
Енді бізге осы екі шеңберді бір-біріне қосуымыз қажет. Ол үшін паутинканы қойып, үтіктің көмегімен жабыстырып алатын боламын. Міне мен матамды үтіктеп бір-біріне жабыстырып алдым. Енді осының төбесіне узор салатын боламыз. Ол үшін шеңберді төртке бөліп аламыз. Сіздер кез келген узор салсаңыздар болады. Мен осылай барлық жерін үшбұрыш етіп белгілеп алдым. Осы аралықты сырып тігетін боламыз сыртқы бетінен. Міне мен тақияның төбесін сырып тігіп шықтым. Өте әдемі шықты. Енді мына полоска матамызды оң бетіне беттестіріп, тігіске 1 сантиметр беріп тігіп шығамыз. Енді бізге тақияның детальдарын бір-біріне қосуымыз қажет. Мына вытычкасын артқы тігіске алып кеп, осылай булавкамен түйреп аламыз да, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Тігіске 1 сантиметр беріп тігіп шығасыздар. Міне мен тігіп шықтым. Енді матамыз қатты қалың болмас үшін 2-3 сантиметр жеткізбей тігіске осылай қиып алып тастайсыздар шетін. Енді тақиямызды ішкі бетіне аударып, 5 сантиметр қайырып, ине жіптің көмегімен жастырын тігіспен тігіп шығасыздар. Сонда бізде ішкі жағы да, оң беті де әдемі болып шығады. Ешқандай тігісі көрінбейді, өте әдемі ұқыпты жұмыс шығады. Міне мен тақиямды тігіп шықтым. Енді сыртқы бетін сырып тігетін боламыз. 1,5 сантиметр беріп, сыртынан айналдыра сырып тігеміз. Міне мен тақиям дайын болып қалды. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осындай фурнитуралармен
әсемдеп қойсаңыздар болады. Мінімен тақиям осылай шықты. Өте әдемі, тез әрі оңай деп ойлаймын. Сіздер де тігіп көріңіздер. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.